Құрметті көрермендер, қайырлы күн. Өздеріңізден менің Instagram парақшама өте көп сұрақтар келіп жатады, бірақ оның барлығына бірден жауап беру мүмкін емес. Сондықтан да сіздер сұрақтарыңызды менің Insta парақшамдағы дайректке жаза берсеңіздер болады. Ал мен өз тарапымнан осылай видеоға арасында салып отыратын боламыз. Менің парақшама жазылып ұмытпаңыздар. Көпшілігінде біз бір үйде 5 бала болады, 6 бала болады деге, 2-ақ бала болады, 1 бала болады. Бірақ ол баланың мінездері түрлі-түрлі болуы мүмкін. Сондықтан да бір ғана барлығына бірдей тәрбиелеуге мүмкін емес. Өйткені баланың мінезіне мән беруіміз керек. Кей баланың мінезі тұйық болады, кей бала өте сондай ашық болады, кей бала өте жылдам болады, кей бала өте көңілді, кей балда көпшілігінде үндемей жүріп, тіпті оның ішінде не болып жатқанын, қуанып тұрғанын болмаса, ішінен ренжіп тұрғанын білмей қалуымыз да мүмкін. Сол баланың темпераментіне, баланың жалпы мінезіне қарап отырып, ата-аналар солай жұмыс жасау керек, тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Мысалға өте шұқалақ, өте сондай күйгелек, өте көп секіріп, көп ойнайтын сондай гипер белсенді балалар болатын болса, олармен керісінше жаңағы ермек сазбенен ойнатып, сурет салдырып, сондай бір басқаша ол балалармен ету керек. Былайша айтқанда оны тыныштандырып барып сөйлесу керек ол баламен, түсіну үшін көзіне қарап отырып сөйлесу керек. Ал енді өте тұйық балаға керісінше былайша айтқанда белсенді дүниелерді беру керек. Мысалға сен тез магазинге барып кел, болмаса апаңа барып кел, сөйлесіп кел, осы менің айтқан тапсырмамды орындап кел. Ол балаларға өте қиын болады. Өйткені оның сөйлеуі, маған ол не дейді, мен сөйлеуге ұялам, мен оны айтуға сұрауға ұялам болмаса деген сияқты. Десе де, ол адамның баланың сенімін былайша айтқанда күшейтіп, сенің қолыңнан бәрі келеді, сен сондай ақылдысың, сен бәрін жасай аласың деп, керісінше сондай басқа түрлі тапсырмалар беріп, балаларды былайша айтқанда ашылуына көмектесуі керек. Ондай балаларға жай ғана айтса, ол түсінікті. Ал анадай өте белсенді балаларға керісінше отырғызып қойып, тыныштандырып барып, өзіне көзбе-көз қарап отырып барып, сосын барып сөйлетіп, сосын тыныш отырып бір жерде, мысалға арпа мен бидайдың арасындағы тасты жина деген сияқты, гречканың арасындағы жаңағы нені тастарды жинап таста деген секілді сондай бір отырып жасайтын жұмыстарды көбірек беру керек. Сонда баланың былай тыныш отырып бір нәрсеге зейін бөлуіне көбірек көмегі тиеді. Бір ғана сұрақтың жауабының астарында үлкен мысалға не жатуы мүмкін, бір жағдайлар, ситуациялар, ойлар жатуы мүмкін. Мысалы айтатын болсақ, бала күнінде өзі бір қасындағы бір жағдайды айтып өтейін. Бала күнінде қасындағы мысалы құрбысы суға батып кете жаздап, әрең дегенде алып шығып, балалар өздері мысалы құтқарып қалған екен. Сол нәрсе санасында қалып қойған ана өскен кезде баланы жалғыз шомылдыруға, ваннаға кіргізуге қорқады екен. Мысалға, жалғыз оны мысалға шомылуға, демалуға, бір жерге жіберуге қорқады. Былайша айтқанда паникалық, үлкен жаңағыдай соққы, үлкен айғай-шу шығарып, баланы үнемі қасында ұстап, өзінің бір көз алдынан жібермей, үнемі бірдеңе болып қалатындай, сондай бір қорқынышпенен баланың да өзінің де үрейін ұшырып шаршатады. Сондықтан да негізі баладан емес, өзінің мысалға санасындағы қандай дүниелер жатыр, қандай ойлар жатыр, қандай проблемалар бар, алдымен соны шешіп алу керек деп ойлаймын. Мысалға ол баланың тек көзі суықтауы мүмкін, мұрны суықтауы мүмкін, ертең түшкіруі мүмкін, жөтелуі мүмкін, оның барлығына үлкен бір күйзеліспен қарап, баланы да оны да жоқ
кішкентай нәрсені бір үлкен проблемаға айналдыруға болмайды. Не себептен оның бойында үрей бар ананың, не себептен үлкен бір қорқыныш бар, фобия бар, соны анықтап алу керек деп ойлаймын. Өзіне сұрақ қою керек, ол сұрақты өзінен іздеу керек, сол сұрақтың жауабын тапқан кезде санасында психокоррекциялық жұмыс жүргізіледі. Білесіз, енді ол соматикалық нәрсе. Соматика, мысалға, қатты ренжи берсе, сосын мысалға сұрағы көп, сол сұрағына қанағаттана алмағандықтан, оның ойының бәрі ойдағыдай болмағандықтан, оның талғамы жоғары болуы мүмкін, сұранысы жоғары болуы мүмкін, сол ойындағы дүниелер болмағандықтан, әрине оған жүйкесі жұқара бастайды, өйткені шаршайды. Ал енді ол жаңа көзінің астының тартылуы, жалпы беттің жыбырлауы деген сияқты, бұның бәрі соматикалық нәрсе. Оған дәрігерге, терапевт дәрігерге қаралып, өзінің қажетті гомеопатиялық дәрі-дәрмектермен де мысалға ішіп, емделе беруге болады қосымша. Бірақ өз тарапымнан айтарым, көпшілігінде сіздер кәдімгі дәріден бұрын шөп мысалға, сосын жаңағы ванналар адамның жүйкесін жұмсартатұғын, былайша айтқанда демалдыратұғын, жүйкені, ағзаны мысалға тыныштандыратұғын, жаңа иіссу, майлар, сондай пайдалану, массаж қабылдау, одан кейін жаңағы жақсы ванна қабылдау, жатар алдында таза ауада біраз жүріп келу, жақсы кітап оқу, жақсы фильм көру, болмаса көңіліндегідей жақсы бір өзінің құрбысымен әңгімелесу, мысалға жақсы тақырыпта, солай өзін қолға алу керек. Егер біз өз-өзімізді қолға алмасақ, үнемі бір проблеманың айналасында таңнан кешке шейін соны ойлап, соны ары қарай ойды дамытып, конфликтіге алып барып, мысалға үлкен бір дау-дамайға апаратын болсақ, үнемі жиілеп, одан ешкім де ештеңе ұтпайды. Ешкім ештеңе ұтпайды, тек өзіңіздің ғана денсаулығыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Басқалардың да жүйкесіне әсер етуіңіз мүмкін. Сондықтан да әр адам өз-өзін қолға алуы керек. Саналы түрде бұл проблеманың шешу мәселелері нақты іс-әрекетпен шешілуі керек. Одан кейін оның бір шешімі болмаса, кейінге бір ысырып уақытша қоя тұруы мүмкін. Осындай жағдайлар негізі. Ең бірінші айтатынымыз, денсаулығыңызды күтіңіз, өз-өзіңізді жақсы көріңіз. Өз-өзіні жақсы көру процедуралары өте көп. Фильмге бару, өзінің бір күнін демалуға арнау, мысалға, театрға бару, таза ауада жүру, жақсы құрбылармен бір уақыт бөліп кездесу, өзіне бір дүкен аралау, қалаған бір әдемі көйлегін алып кию деген сияқты. Әйел ретінде айнаға қарап, өзін жақсы көру. 5 баланың анасы өте жақсы. Баланы тәрбиелеу керек, баламен бірге демалу керек, баламен бірге сабақ оқу керек, баламен бірге ойнау керек, күлу керек. Бала болып қуана білу керек. Өйткені бала періште, бала деген таза, баланың энергиясы өте сондай бір керемет. Бірақ балалардың әрине бұзықтығы да болады, мысалға дұрыстығы да болады, дұрыс емес жерлері де болады. Бірақ оның бәрін кей жағдайда біз игере алмай жатамыз. Неге осы бір үйдің балалары өте тыныш, сондай өз сабақтарын өздері оқып жүріп жата береді, ал кей үйдің балаларында тек қана жаңағыдай у-да шу. Демек біздің ата-аналардың өздерінде мысалға өзін дұрыстай алмайды балаларға. Өте көп айғайлаймыз, өте көп жаңағы не жасаймыз, талап қоямыз, сөгеміз баланы. Балаға көп жаңағы тиісеміз, мысалға сен дұрыс ішпедің, дұрыс жемедің, дұрыс отырмадың деген секілді. Осының бәрі баланың да жүйкесін шаршайды, өзінің де жүйкесі ата-анасының шаршайды. Сондықтан да егер сіз үйдегі атмосфера негізі ата-ананың қолында. Ата-ана егер үйде мейірім мен шапағатқа, сүйіспеншілікке толы болатын болса, балалардың да сондай мінездері сондай жақсы болады. Құрметті менің оқырмандарым, бүгін менің айтқан осы өздеріңіз жазған хаттың жауабына көңілдеріңіз толады деп ойлаймын. Менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Тағы кездескенше.